Қайырлы күн, ютуб арнамның оқырмандары, сіздермен бірге мөлдір. Бүгін сіздермен өте тойымды, дәмді, сонымен қатар құрамындағы заттары бір-бірімен тамаша үйлескен салат әзірлейміз. Бізге бұл салатқа тауықтың еті, жұмыртқа, сәбіз, қияр және де мейіз қажет болады. Ең біріншіден сәбізді теркодан өткізіп, морковь по-корейски жасап аламыз. Я болмаса магазиннен дайынын сатып алсаңыздар да болады. Енді осы теркодан өткізілген сәбізге дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка және де чеснокты теркодан өткізіп саламыз. Енді осы сәбізге қатты қызып тұрған майды құйып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Сәбіз өзінің сөлін бөлуі қажет. Келесі кезекте тауықтың етін осындай ұзыншақ етіп турап аламыз. Одан кейін піскен жұмыртқаны терконың үлкен көздерінен өткіземіз. Салатты бірден ыдысқа жинаймыз. Үкіштен өткізілген жұмыртқаны жаңағы туралған тауық етіне қарама-қарсы орналастырамыз. Одан кейін жанына сәбізді, ортасына жуып тазаланған қара мейізді орналастырамыз. Келесі кезекте қиярды жіңішкелеп тураймыз, я болмаса терконың үлкен көзінен өткізуге болады. Салатқа қажетті барлық заттарды ыдысқа әдемілеп орналастырғаннан кейін, оның бетін майонезбен жақсылап әсемдейміз. Салатты видеода көрсетілгендей етіп, құрамын еш өзгертпей жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Бұл салатты ең алғаш аспазшы және блогер апайдан алып жасадым. Өте керемет болып шықты, дәміне енді сөз жоқ. Сіздерге берер кеңесім, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, келесі жүздескенше.